Тақырыпты жалғастыра түсейін, полицейлер мен прокурорлар қайта оқитын болды. Бүгін олар үшін бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдары академиясында кәсіби деңгейді арттыру курстары басталды. Дәріс бір ай бойы өтеді. Одан кейін қызметкерлер арнайы сынақ тапсырады. Айта кететін жайт, академияға тек үздік қызметкерлер алынды. Олар президенттік резервте тұрғандар. Емтиханнан сәтті өткендер басшылық қызметтерге тағайындалатын болады. Бұл жолы оқыту әдістемесінде өзгеше дәрістер халықаралық стандарттар бойынша беріледі. Яғни тыңдаушыларға дағдарыс жағдайында ұжымды тиімді басқару, менеджменттік және көшбасшылық қасиеттерді дамыту көзделген. Руководитель это кто такой? Біз басшылардың тек қағазға қол қойып қана қоймай, өзімен қол астындағы қызметкерлерін ерте алатын дәрежеде болуын қалаймыз. Жоғары оқу орындарында белгілі бір кәсіби білім алып отырамыз. Ал қалай көшбасшы болуды, өзімен бірге бір топ адамды ерте білуді білмейміз. Сондықтан осы жолы сол бағыттар бойынша жұмыс істейміз.